Сіздерге балалар? Сәлеметсіз бе? Балалар, бүгін біздер тұзбен, сумен, жұмыртқамен тәжірибе жасаймыз. Жасаймыз ба? Ол өте қызықты болады деп мен сендерге ойлаймын. Сондықтан қазір алдарыңызда көріп тұрсыңдар ма? Мына стаканда су бар. Дәл қолыңызда кәдімгі қарапайым тап-таза су тұр. Ал үшеуінде бірдей ыдыста жұмыртқа бар. Көріп отырсыңдар ма мінекей? Бәрімізде бірдей жұмыртқа бар. Ал Нұрайдың алдында тұз жоқ, ал Кәусар мен Мединаның алдында ыдыста тұз бар және қасық бар. Оның ерекшелігін қазір тәжірибе жасағанда білеміз. Ол үшін Нұрай мына стакандағы суыңа жұмыртқаңды алып сала қой. Не өзгерді? Не өзгерді? Жұмыртқа ауыр суға батып кетті. Батып кетті. Дұрыс айтасың. Өзгерісі қараңыз, жұмыртқа суға батып кетті. Жақсы. Енді Кәусар, сенің алдыңда тұз тұр. Ендеше сол тұзды мына таза суға 10 қасық тұз сал. Сала қой, тұзды. Енді сол қасығыңмен суыңды бұлғай қой. Кәусар, айтшы, суыңның түсі өзгерді ма? Иә. Қандай болып кетті? Су аппақ болып кетті. Су аппақ болып кетті. Өйткені су аппақ болып кеткен екен. Жақсы. Ендеше сол тұз салған суыңа жұмыртқаңды сала қой. Жұмыртқа суға батты ма, әлде судың бетіне шықты ма? Бетіне шықты. Өйткені неге бетіне шығып кетті? Неге бетіне шығып кетті? Өйткені тұз жұмыртқадан да ауыр екен. Өте жақсы. Енді Медина, саған керек. Сенің алдыңда да тап-таза су тұр. Ал алдыңда стаканда тұз тұр. Сен осы стакандағы тұздан суыңа 3 қасық сала қой. 3 қасық санап сала қой. Әне? 2. Енді суыңды бұлғай қой. Жарайсың. Судың түсі өзгерді ма? Қасығыңды тұзға сала қой. Енді сенің алдыңда да жұмыртқа тұр ғой. Сол өзгерген суға жұмыртқаңды сала қой. Жарай. Сенің жұмыртқаң не істеп тұр? Ортасында билеп жүр. Балалар, қараңдар, мына Нұрайдың стаканындағы жұмыртқа суға батып кетті. Өйткені жұмыртқа ауыр деді. Өте жақсы. Ал мына Кәусардың стаканындағы жұмыртқа бетіне шықты да, ал тұздың ауыр екенін айтты. Ал Медина 3 қана қасық тұз салды да, оны бұлғап, үстіне жұмыртқаны салды. Жұмыртқа батып та кеткен жоқ, бетіне де шығып кеткен жоқ, ортасында не істеп жүр? Билеп жүр. Балалар, өзгеріс бар ма екен? Иә. Сіздерге ұнады ма? Иә. Жарайды.